Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте тез дайындалатын татар ұлтының ұлттық тағамдарының бірі мини пирогтар әзірлейтін боламыз. Пирогтар өте жылдам дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыр үшін ыдысымызға айранымызды құйып, үстінен содамызды саламыз. Менде қолдың айраны. Содамен жақсылап айранды араластырып аламыз. Үстінен тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнымызды аз-аздан саламыз. Ұнды бір дестен салып жібермеңіздер. Осылай жартысын ғана салып, шамалы араластырып, үстінен ертілген сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін описанияда қалдырдым. Үстінен қалған ұнымызды салып, тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін пакетке салып, салмасын дайындап болғанша тындырып қоятын боламыз. Мен салмасына тауық етін қолдандым. Қалауыңызша кез келген етті қолдануға болады. Сиырды немесе қойдың еті де жарай береді. Тартылған ет болса да болады. Мен тауықты осылай майдалап турап алдым. Барлығын ысымызға салып, картоптарымызды турауға бастаймыз. Дәл видеода етіп, майдалап турап алатын боламыз. Пияздарымызды дәл осылай майдалап турап алатын боламыз. Пиязымызды да картоптардың үстінен тастап, үстінен тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Салмамыз дайын болғанша біздің қамырымыз да дайын болып тұрды. Қамырымызды дәл видеода етіп, 12 бөлшекке бөліп аламыз. Домалақ шариктер жасап, таразымен өлшеп болсаңыз болады. Шамамен 45 граммнан 12 дана шығатын болады. Барлығын домалақ шарик жасап алғаннан кейін міндетті түрде бетін пакетпен жабуды ұмытпаңыз. Себеп қамырыңыз қайысып қалуы мүмкін. Енді шетінен алып жаюға бастаймыз. Орташа жұқалықта шамамен 1-2 мм шамасында жайып, осылай ортасына салмамызды салып, шетін осылай әдемі етіп түйіп шығатын боламыз. Бірдестен шықпауы мүмкін. Асықпай видеодан қарап жасасаңыз, міндетті түрде шығатын болады. Видеоны бірнеше рет жасалу жолын түсіріп салдым. Сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Дәл осылай етіп жасайсыз. Шетін бастаған кезде осылай бір жағын ақырын ғана баса отырып, айналдырып жасап шығасыз. Қалың болып кетпесін, міндетті түрде төбесін ғана осылай басып шығасыз. Сол кезде қамырыңыз қалың емес, бір келге әдемі болып шығатын болады. Құрметті көрермендерім, менің каналымда алғаш рет болып отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып кетуіңізді сұраймын. Қазақша контенттегі каналымның дамуы үшін сіздердің тіркелулеріңіз өте маңызды. Алдын ала рахмет. Пирогтарымызды осылай жасап алғаннан кейін пергамент қағазды төселінген противенімізге салып, үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Шамалы қызарғаннан кейін осылай духовкадан шығарып, үстіне сары майларымызды тастап, үстінен ыстық суымызды немесе сорпа құйсаңыз болады. Мен ыстық су, жай ғана ыстық су құйдым. Үстінен осылай құйып шығып, тағы да 15-20 минутқа қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Осымен пирогтарымыз дайын. Пирогтар өте керемет болып шығады. Ішінде салмасы сондай сочный болғаны соншалық ауызда еритіндей болады. Сырты қытырлақ, іші өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде кішкентай балдары бар адамдарға өте ыңғайлы. Жеген кезде салмасы шашылып кетпейді. Мына ертесі күнгі болған түрі, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ертесі күнде ешқандай да түрін бермейді. Міндетті түрде ысытып ұсынсаңыз, дәл бірінші күндегідей керемет болып тұрады. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.